Астанада Digital Bridge форумы жалғасып жатыр. Бүгін Орталық Азия төңірегіндегі ауқымды шарада бірқатар панельдік сессия жоспарланған. Форумның екінші күні жайлы толығырақ бізге әріптесім Риат Шони айтып беретін болады. Ол қазір тікелей байланысқа шығуға дайын. Риат, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, қуаныш. Биылғы форумға әлемнің түкпір-түкпірінен 20 мыңнан астам адам келген болатын. Олардың арасында 300-ге жуық ірі IT компаниялардың өкілдері бар. Жалпы делегаттар 30-дан астам мемлекеттен Қазақстанға арнайы ат басым бұрған. Олардың сапары енді сәтті болды десе де болады. Өйткені олар кешелі бері осы Digital Bridge форумы аясында отандық компаниялармен бірқатар ауқымды келісімдерге қол жеткізді. Енді кеше ғана мемлекет басшысы осы форум аясында сөз сөйлеп, үкіметке нақты міндеттер жүктеген болатын. Атап айтқанда ол 2025 жылы, яғни 2 жылдан кейін Қазақстандағы барлық облыс орталықтары жаңа буынды интернетпен, нақты айтқанда 5G интернетпен толыққанды қамтылу керек. Бұл жоспар әуелде 2027 жылда бекітілген еді. Енді заманына сай, заман талабына сай көштен кері қалып қоймай, бізде осы көшпен бірге ілесіп отыруымыз қажет. Оны жай ғана 5G мен қамтып қана қоймай, ол сапалы болу қажеттігінде президент нақты міндеттеді. Тағы айта кету керек, осы жылдың соңына дейін шалғайдағы ауылдарды, яғни шалғайдағы 2000-ға жуық мектепті спутниктік Starlink, жаһандық спутниктік жүйелері арқылы сапалы интернетпен қамтуды да міндеттеді президент. Енді осы өңірлерде, нақты айтқанда Қызылорда облысында осы IT саласы бағыты цифрландыру қалай жүзеге асырылып жатыр. Ол жөнінде бізге енді толығырақ Қызылорда хаб жетекшісі Жанар Сүтебекбаев айтып беретін болады. Жанар Салтымбекұлы, қайырлы күн. Енді форумның екінші күні бірқатар маңызды панельдік сессиялар өтеді. Нақтырақ тоқталсақ, осы Қызылорда өңірінде цифрландыру қалай жүзеге асырылып жатыр? Қызылорда хабтың қосар үлесі қандай жобаларыңыз бар? Қайырлы күн, қазақ елі. Digital Bridge-ға қош келдіңіздер. Енді Қызылорда облысы бойынша IT саласы өте үлкен ауқымды салалардың бірі деп айта аламыз. Қазіргі таңда бізде мемлекеттік сектордағы IT саласының жүйелері, сонымен қатар өндірістік сектордағы IT жобалар басым алынған. Ол бойынша бізде 112-109 қала басқару жүйелері жүзеге асырылған, қалада жұмыс жасайды. Сонымен қатар жаңадан смарт система айқала жүйесі жүзеге асырып жатыр. Бұл дегеніміз біздің қаламыздың, жалпы облыстың барлық тұрғындарына өзінің өмір тіршілігіне қажетті қызметтерді онлайн түрде еш кедергісіз алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар айта кетерлік жайт, бізде облысымызда ең алғашқы цифрлы зауыттардың бірі, нақтырақ айтсақ, күріш өндіру зауыты салынған болатын. Толықтай цифрландырылған, автоматтандырылған өндірістік процесс енгізілді. Және де шыны зауыты ашылған болатын. Сол өндіріс нысанының ішінде де барлық жүйелер автоматтандырылған, автоматты түрде жұмыс жасайды. Бұл қандай мүмкіндік береді? Біріншіден, біз сияқты жастарға үлкен мотивация көрсетеді. Өйткені нарықта шынайы сондай жобаларға орын бар деген сөз білдіреді. Осының аясында Қызылорда хаб немен айналысады? Біздің басты мақсатымыз ол өңірдегі IT мамандарды сүйемелдеу, даярлау, сонымен қатар инновациялық жобалардың өміршеңдігін көбейту. Осы аясында біз сан алуан түрлі бағдарламалар жүзеге асырамыз. Осы бағытта мен инкубациялық кезеңдерді айта алар едім. Сонымен қатар Smart City концепциясының аясында хакатон өткізіп жатырмыз. Инновациялық жобалар фестивалі өтеді жылда, Иннофест Қызылорда деген. Осы бағыттардың барлығының мақсаты бір айқын, ол сондай жастардың жүзеге асып жүрген стартап жобаларды осындай үлкен алаңдарда, сонымен қатар экономиканың шынайы секторларына енгізу. Қазіргі таңда аса көрнекті жағдай ол біздің серіктес резидентіміз Indigit компаниясы ең мансап жобасын жүзеге асырып жатыр. Ол жеке мектеп, сонымен қатар мемлекеттік мектептердің цифрлы басқару жүйесін енгізді. Қазір жеке мектептер сол бағыт бойынша жұмыс жасайды. Айта берсек, жобалар көп. Барлығын енді бір эфирге сыйдыра алмаймыз, бірақ біздің Қызылорда хабтың ғана емес, жалпы осы Астана хабтың өңірлік даму офисінің басты мақсаты 14 өңір бойынша сондай жастарды тарту. Қазіргі таңда 14 өңірлік офис бізде ашылу процесінде орналасқан, 11-і ашылды, 3-і ашылу процесінде орналасқан. Сол себепті құрметті жерлестер, кез келген жастар қай өңірден болсаңызда да сол өңірлік офистарға барып, сол мүмкіндіктерді алсаңыз болады. Енді жаңа жас дарын иелерін атап өттіңіз, жас стартаперлерге тоқталсақ, осы Digital форум аясында Астана хаб батлды өтеді. Кеше енді жартылай финал өтті. Енді көрген шығарсыз, қандай стартаптар финалға өткендігін, соларға тоқталып өтсек. Ерекшеліктері бар ма? Қандай жаңа тың идеялар бар?
Осы жылғы Астана Хаб Батлдың бас ерекшелігі енді бәсекелестік ана жылдан жоғары. Қатысушылар саны бұл жолы тек мегаполистардан ғана емес, жалпы шалғай мемлекеттерден де, өңірлерден де өте көп қатысушылар бар. Бізден Қызылордадан өтінім тастаған жобалар көп болды. Полуфинал, жартылай финалға бір жоба өткен болатын. Осы жылғы бас ерекшелік ол жасанды интеллекттің қосылуы. Ол жалпы Қазақстанның ғана тренд емес, бүкіл әлем бойынша байқалатын тренд. Көптеген жобалар өзінің жұмыс жасау процесіне жасанды интеллект қосып жатыр. Бұл қуантарлық жағдай. Сонымен қатар кеше айтып кеткендей, осы өңірде жасанды интеллект бойынша аса көп жұмыс атқарылады. Осы стартаптардың арқасында деп айта аламын. Өйткені олар ертең сол жобаларын жүзеге асырып, компаниялар ашады, компаниялар артынша мамандарды тарту болады. Осы жылдың тағы бір ерекшелігі ол $25,000 жүлде қоры. Бұл өте керемет қолдау деп есептеймін стартаптарға. Енді көреміз, кім жеңетін, үздіктер анықталады деп ойлаймын. Жанар, сұхбатыңызға көп рахмет. Сіздерге алдағы уақытта табыс тілеймін. Осы қазақстанды цифрландыру аясындағы еңбектеріңіз жемісті болсын деймін. Рахмет сіздерге. Енді құрметті көрермен, жаңағы Астана Хаб Батлдың финалистері кеше анықталған болатын. Бүгін 5 номинация бойынша жеңімпаздар марапатталады. Жаңа спикеріміз атап өткендей, биыл осы жүлде қоры 4 есе ұлғайтылған болатын. Енді бұл жаңа жас стартаперлер енді осы диджитал форумға қатысып отырған инвесторлардың көзіне ілігеді деген сенімдеміз. Қуаныш, мендегі бар ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өзіңізде. Риат, рахмет. Айта кетейік, форумнан тікелей байланысты әріптесім Риат Шони болды.